Агросаладағы айшықты жаңалық. Шиелі ауданында салмағы 60 келі болатын асқабақ өсірілуде. Өнімділігі 5 есе жоғары нәрлі. Бір түптен 2 келі өнім беретін картоптың жаңа сорттары да жерсіндірілді. Әртараптандырылу бағытындағы жаңашылдықты жүзеге асырып жатқан Ыбырай Жақаев атындағы Қазақ күріш ғылыми зерттеу институтының ғалымдары. Шаруашылық біздің түсіру тобымыз барып, жаңа сорттардың шығымдылығын көріп келді. Афродита Карина Мазаливкая 10 бұл алтын дән шаруа қожалығына биыл егілген асқабақтың жаңа сорттары. Өнімділігі 5 есе жоғары. Біреуінің салмағы 60 келі болады. 80 күнде піседі. Бұл жерге асқабақ мамыр айының аяғында егілді. Яғни диқандар күрішті бастырып болғасын осы іске кірісті. Енді егін орағы аяқталған кезде бұл көкөністе пісіп тұрады. Тәжірибе ретінде биыл 2 гектарға егілді. Шығымдылығын мамандар жоғары бағалап отыр. Негізі асқабақтың бұл сорттары мал азығына таптырмас дақыл екен. Қалай болғанда да сақтау оңай. Компоненттерге берген кездерде сүттің майлылығы, еттің сапасы, оның түсі бәрі де өзгереді. Сонымен қатар бұның малдың денсаулығына да бұл өте мықты әсер етеді. Қысты күні қанша 10 литр су ішудің орнына 2-3 литр су ішеді. Неге? Өйткені бұл нәрлі, екінші жағынан бұның сапалық жағынан, дәрумендері жағынан да мықты. Сондай-ақ шаруашылықта Ақсор, Жанайсан, Үшқоңыр деп аталатын картоптың жаңа сорттары егілді. 2,5 гектарға. Биотехникалық әдіспен күтімін жасасаңыз, әр түбі 2 келіге дейін өнім береді. Бұл сорттардың авторы ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты Жүрсінкүл Тоқбергенова. Ғалым шаруашылық төрағаларына картоптың жаңа сорттарын жерсіндірудің әдістерін түсіндірді. Мол өнім алу үшін қолданылатын тәсілдерді көрсетті. Бұл үш сорттың жетілуі, дамуы, өсіп жетілуі, пісуі, пісіп жетілуі қанағаттанарлық. Биологиялық потенциалы бойынша 35, 36, 38 тоннаны құрайтын болса, жалпы бұл Қызылорда облысының жағдайында, немесе Қазақстанның басқа өңірлері жағдайында, топырақ климаттық жағдайына байланысты 15-16 тоннаны құрайды. Негізінен облыста 4000 гектар жерге картоп егіледі. Бұл ішкі сұраныстың 15%-ын ғана қанағаттандырады. Сондықтан дақылдың осы түрін көбейту маңызды. Ғалымдар ол үшін тұқым шаруашылығын дамыту қажет дейді. Картоптың тұқымы жағынан, тұқымын өндіру жағынан кішкене осалдық танытып отырған жағдайымыз бар. Себебі неде? Себебі бізде Қазақстанда картоптың тұқым шаруашылығымен айналысатын, тұқым шаруашылығын дамытатын шаруа қожалықтары өте аз. Картоп өндірушілердің 100%-ның ішінде жаңағы 70% жекеше, 30% тұқым өндірушілер. Осы 30% тұқым өндірушілердің ішінде Қызылорда облысында жоқ деп айтуға болады, тұқым өндіретін шаруашылықтар. Өткен жылы облыста агрокарта бағдарламасы қабылданған болатын. Онда 2022 жылға дейін күріш алқабын 40%-ға дейін азайтып, әртараптандыруға басымдық беру көзделген. Яғни суды аз қажет ететін бақша және көкөніс дақылдарының көлемін көбейту керек. Біздің ғалымдардың дәлелдеуі бойынша күріштің ауыспалы егістігін 37,5%-ға дейін қысқартып, оның орнына әртараптандыру дақылдарын орналастырған жағдайдың өзінде де экономикалық тиімділік азаймайды екен. Яғни біз айтатын болсақ, Қызылорда облысына мынау ауыл шаруашылығы саласында мал шаруашылығы жақсы дамып келе жатыр. Яғни мал шаруашылығы дамығаннан кейін оның мал азықтық дақылдары, яғни мал азық жем-шөппен қамтамасыз ету керек деген проблема туындайды. Осындай дақылдарды орналастыру арқылы біз өзіміздің ішкі нарықты қамтамасыз ете алатын боламыз. Әрине, биыл қос дақыл тәжірибе жүзінде сыналып жатыр. Бастысы табиғатымызды жатырқамай жерсінді. Енді күзде өніміне қарай жаңа сорттардың шығымдылығы бағаланатын болады. Тажмұрат Әлжанов, Бауыржан Қожамұрат, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.